14 жасқа толған балаларға арналған. Қыздар, Еркенің сабақтары әлі аяқталған жоқ, я? Әсемнің кітапханада шаруалары бар. Мен жатақханаға қайтарда дүкенге соғалам. Сол себепті қазір осы сөзді пайдаланып, кешкі асқа не аламыз, соны ақылдасып алайық. Тұшпара алайық. Тұшпарасы нес? Дұрыс тамақ алыңдаршы. Я, не ол? Мысалға қуырылған балық. Жақсы. Қуырылған балық. Тағы не аламыз? Жеміс-жидек алу керек. Жаз, бір-екі келі алма. Сосын 4-5 түйір банан. Сосын кішкене жүзім. Жаздым. Ал шайға не аламыз? Торт алыңдар. Мен тортты мүлдем жеп көрем. Жеп көрсең жеме. Сенен де басқа адамдар бар емес па? Мен ұсыныс айтсам болады ма? Иә. Газдалған сусын ала салшы. Газдалған сусын ішкенше табиғи сусын ішпейсің ба? Қағаз қораптағы емес, кәдімгі шөлмек шыныда құйылғанын ал. Тағы не аламыз? Жарайды осы болып. Алмай қойшы. Жалпы 6 мыңға шығады. Төртеуіміз шамамен 1,5 теңгеден жинасақ, жетіп қалу керек. Төртеуіміз емес, үшеуің жинай беріңдер. Мен кешке жатақханада болмайым. Бүгін кездесуім бар. Өте маңызды кездесу. Рең кеткен Ромео. Тұрға ашып кеткен төлеген деп. Қобал жолда қосы көрпеш. Көңілсіз кен көң. Бетсіз кеткен Бэтмен деген бар ғой. Жақсы. Досым, жай ба? Қайда жиналып? Жоғыз? Мейрамның жоқтығын қараш. Ақыл кеңес сұрайтын. Неменеге Мейрам? Мәселен қыз тақырыбы сияқты бұл. Бізден де сұрай өшейші? Иә, бізден де кеңес сұра. Оны айтында шыл. Қызды қайда шақыруға болады? Ой, ол да сөз болып па? Мейрамханаға шақыр. Кинотеатр. Саябаққа серуендеуге шақыр. Ал оның барлығына ақшам жоқ болсашы. Ақшаң болмаса, адамгершілікке шақыр. Имандылыққа шақыр. Татулыққа шақыр. Мен сенің досым деп жүрсем. Ой, досым, қалжың ғой. Шынымен де бұрын соңында қызымен кездесіп көрген жоқсың ба? Охо, мына сөзді Махаббат қызық мол жолдар кітабының авторы, қызды қалай қарату керек блогының жетекшісі Рамазан мырза айтып жатыр ма? Ондай біз бар еді. Жақсы. Мен кеттім. Жолың болсын. Негізі, ол қыз мен танитын қыздардан өзгеше. Тұра тұр. Сонда біз ол қыз танимыз ба? Соны айтам.
Біздің алақ шолақ жігітті бір күнде өзгерткен кім? Я... Ол қыз танисыңдар. Танығанда жақсы танисыңдар. Бірақ айтпай қойыншы. Дұрыс. Таныстырма, кездестірме. Бірақ ертең тойға барғаннан кейін бейте-шарда бірақ көреміз қыздың түрін. Қызды көрмес бұрын әуелі өзімізге қарап алу керек еді. Түсінбедім. Бөлмеге айна сатып алу керек еді. Айна. Орталық саябаққа шақырды. Содан әдемі көйлегімді киіп сыртқа шықсам, мотоциклмен келіп күтіп тұр екен. Содан саябаққа бардық, балмұздақ әперді. Ой, қырғын адамның артынан кезекке тұрып, газдалған су іштік. Мен білсем, сол кезде оның бағасы 3-ақ тиын болады. Содан кеш батқан соң Бониемнің әндеріне биледік. Би аяқталған соң қараңғы көшемен әңгіме айтып, үйге қайттық. Ай, сонда әлгі мотоциклді қайда тастап кетті екен, Ой, апай. Қазір қыздардың көңілінен 3 түйінмен шығатын заман емес қой. Ай, қайда баруға болатын мен қайдан білейін? Мені біреу кездесуге шақырып жүр деймісің? Ай, менің жігітім үйде. Кім екенімді күнді ұмытып қалады. Апай, сіздің әңгімеңізді ұзақ тыңдап тұра берсем, мен де болып кететін сияқтымын ғой. Жақсы. Тоқта. Сен жаңа қай жерге бара жатырмын дедің? Қызбен кездесуге. Қайда? Соны білмей тұрмын ғой, қайда барарымды. Әй, біздің кезімізде осы айналада бір саябақ болды. Жігіттер біздерді сол жерге кездесуге шақыратын. Апай, айттыңыз ғой. Жақсы, мен кеттім. Тоқта. Сен ережені білесің ғой. Сағат 11-ден кешіксең, кірмейсің. Түсіндің бе? Апай. Сағат 8-ден кетті. Жолға 1 сағат уақыт кетеді. Мен жетем дегенше 9. Кездесем дегенше 10 болды. Не болды сонда? Мен жатақханаға 11-де жету үшін кездескен бойы кейін қарай жүгіру керекпін ба? Неге? Енді жолға 1 сағат уақыт кетеді. Ей, қай жерден келгенше дейсің? Саябақтан. Қай саябақ? Орталық саябақ. Ей, біздің кезімізде осы жақын маңда мұны жерде саябақ болатын. Кездесуге бізді жігіттер сол жерге шақыратын. Балмұздақ әперетін. Ал не дейсің? Мен енді түсіндім. Сіздің жігітіңіз қалай болып кеткен. Жақсы, сау бол. Тоқта, ұмытпа. Сағат 11. Кешікпе. Бұл бөлмеде шай қоятын қыз бар ма? Ренжіме, менің жарты сағатта ғана уақытым қалды. Тапсырма орындап, үлгеруім керек. Жұлдыз қайда? Сабаққа кетті. Еркеше? Естіген жоқсың ба не? Оған не болды? Ол да түнде біреумен кездесуге барды ғой. Ұйықтап жатыр Ханшайым. Түсінбеймін. Қанша ұйықтауға болады? Жоқ, керісінше жақсы түсінемін, деңіз, экс-Ханшайым.
Немене? Түнде қыдырғандардың барлығы ханшайым бола ма? Жоқ. Тек қана түске дейін ұйықтайтындар ғана ханшайым деген атаққа лайық. Жау шапты ма? Таң атпай не қылған айқай. Бір тылсым күш бар ғой. Қайырлы таң. Шай ғой, шайшик. Ренжімеңіздер. Мен оған ешқандай себеп тауып тұрған жоқпын. Түсінбедім. Егер мен шай ішкім келмесе, неге шай қоюым керек? Мәссаған. Ханшайым деген атақты бүгін ғана қой алғаныңыз. Тез өзгеріп кеткен жоқсыз ба? Жоқ. Түн ойы. Самосвеш, мохито және де Blue Gavai деген сусындар ішкеннен кейін таңертең адамның шайға тәбеті болмайды екен. Байғұс жігіт-ай. Бірінші кездесуде өзі ішіп көрмес түгілі өмірі естімеген сусындарды алдыртуын қате емес па? Немене? Мен оған мынаны алып бер деп мойнына мініп алды дейсің бе? Өзі ғой. Көзіне көрінгеннің барлығын алып берді. Қайта соңында таксиге ақша алып қалдып шақ тоқтаттым. Сөйтсе, көлігі бар екен. Мықты. Бізге сондай жігіттер қашан жолығады екен? Қыздар, оның да бір өзінің құпиясы бар ғой. Айтпақшы, бүгін тағы да кездесуім керек. Тағы да сол жігіт пе? Шақырған? Ол да құпия. Мәссаған. Бір күн қызбен кездесем деп осындай жаға жетіп отырмын. Ертең үйленсем, мүлдем таба алмай қалатын сияқтымыз ғой. Рамазан, қалай ойлайсың? Бұның кездескен қызы кім екен? Соны айтам. Кеше танисыңдар дегеніне қарағанда, әлгі бөлмедегі қыздардың біреуі шығар. Мүмкін группаласы бар ғой? Жұлдыз. Сол емес па? Дәріс жазып бер десем, не дер едің? Қағаз бен қалам іздеп кетер едім. Қыдырайық десем мен, не дер едің? Не десең де жаным ол, көтерем. Мақсат, әлі ұйықтап жатсың ба? Түнімен не істегенсің? Тас шаптың ба? Бүгін сабаққа келетін бол. Әйтпесе куратор өлтіреді. Мүмкін Асем шығар? Кездесуге шақырып ал. Өзі тұра қашатын жігіт. Қандай жігіт? Оңбаған жігіт. Ол сондай. Көрінген қызға жапса кететін. Оңбаған. Ал мен? Ондай емеспін. Барып тұрған 200-ді қыз құмар. 200-ді. Макс,
Мені 200 дейсің ба? Аға деп алып, не ағаның қызымен жүретін не? Өсіп кеттің ба не? Мәке тұра тұр, мен бәрін түсіндірем. Жігіттер, бастарын жасай ма? Мені өлтіріп тастайды ғой мынау. Шынымен де, әсеммен кездесу мүмкін емес. Енді кім болды екен? Мүмкін әлгі орыс қыз шығар. Мақсат, орыс қызбен? Я так долго ждала этой встречи. Ты мой идеал. Я влюбилась в тебя с первого взгляда. Мы вместе навсегда. Ты мой принц на белом коне. Этот мир создан для нас обоих. Ты тоже такая красивая. Я вот тоже посмотрел, тебя полюбил. Ты посмотрел, я посмотрел. Вот любовь. Никто не будет красивее, как твоя руки. Ребят, ну вы же сами видите, какая чушь получается. Как вы могли додуматься до такого? Шындыққа жанаспайды. Ендеше ерке болғаны ғой. Жаным менің, мен сенен басқа ешкімді жақсы көрмеймін. Мен жалғыз сені ғана сүйемін. Мен сенімен ғана бақыттымын. Сен менің өмірімнің мәнісің. Жаным сол. Міне, біздің сұраққа жауап табылды. Ал Ерке, біз қыздар болып, сенен кеңес сұрағымыз келеді. Қандай кеңес? Енді барлық арманыңды орындайтын, қалағаныңды алып беретін, жігітті қайдан табуға болады? Ту, әсем. Оян. Есіңді жи. Ондай жігіт жоқ. Саған қанша рет айтуға болады? Әңгіме ақшада емес, әңгіме шынайы махаббатта. Так. Түсінбедік. Түсінбесеңдер, тағы да айтам. Байлыққа қызықпаңдар. Ал сен сонда кіммен кездесіп жүрсің? Соны айтам. Бір жігітпен. Сен ол жігітпен қайда бардың? Ой, қайда бармадым. Ресторан, клуб, театр, кинотеатр. Тіпті ұшақпен 4 сағатқа Астанаға барып кеттік. Астанаға? Енді бізде сондай жігітпен танысқымыз келеді ғой. Соны айтам. Ол мүмкін емес. Неге? Ондай жігіт біреу ғана. Я құрсын. Өзіңше болып қапсың ғой? Жарайды. Көрерміз. Әлі-ақ біздің де бағымыз жанып кетер. Бағымыз жанады. Қыздар, ренжімеңдер. Менің кетуім керек. Бүгін біз бір жерге барамыз деп келіскенбіз. Мен сендерді жақсы көремін. Люба, сен неге үндемедің? Соны айтам. Мен Еркемен толықтай келісем. Әңгіме ақшада емес, әңгіме шынайы махаббатта.
Жеңіс, мақсаттан SMS келді. Жігіттер, бүгін сендерді қызыммен таныстырамын. Бөлмені тазалап, жақсылап, дастархан жайып қойыңдар, деп жазып жіберіпті. О, ерке келеді екен ғой. Ондай болса, дұрыстап дайындалайық. 1000 теңге бар ма қалтаңда? Неге? Енді дастарханға қоятын ештеңе жоқ. Мен жаңа жолшыбай келеді. Тортқа тапсырыс беріп кеттім. Торт? Анау торт емес. Елестетіп көр. Торт үстінде ерке деген жазу бар. Керемет сыйлық. Соны айтам. Қазір ерке келеді. Төрге шығарып отырғызамыз. Сен мына бөлмеде шай алып кел. Мен тортты дастархан басына қоям да. Ерке, мұны біздің атымыздан саған сыйлық деп. Ерке де емес, мақсат та емес. Досым, әкел болды. Риза болып тұрмын. Қайдан келді ойын? Жігіттер қалайсыңдар? Жақсы. Қызың қайда? Ренжісіп қалдық. Келмейтін болды. Не ал дейді? Басың істеме сенің? Біздердің жеңіс екеуміз қалтамыздағы бар ақшаға сенің қызың ауылы тортқа тапсырыс бердік қой. Ойнап айтам. Қарсы алыңдар. Жігіттер, танысып қойыңдар. Бұл менің өмірлік махаббатым. Любовь. Ерке қайда? Ертең қандай күн дейді? Рамазан, ертең жексенбі ғой? Жан төлет. Сен қатты жақсы көрдің. Айдал. Жаным, біздің жігіттер арнайы сенің құрметіңе торт дайындапты. Жарайсыңдар. Рома, аш. Мыналарға дәмді торт алып кел десем, мүлдем дәмі жоқ мынаның. Қазір тұра тұрыңдар, олармен сөйлесіп айтайын. Енді 1-2 минутқа кешіккенде кетіп қалайын деп отыр едім. Кешірім сұрайын. Сонымен сөйлесетін болдың ба? Әрине, айтам ғой. Кездесемін, сөйлесемін. Қашан? Мен сені апармаған жер, саған алып бермеген ештеңе қалмады ғой. Мен өзім сөзімде тұрдым. Енді сен де өзің уәдеңді орындашы. Өтінем Камилаға хабарласып, өзің қателескеніңді, және мен ешқандай қыздармен кездеспегенімді айтшы. Я. Ертең емес, арғы күні айтам. Неге арғы күні? Біздің қалада жаңадан бір керемет түнгі клуб ашылып жатыр екен. Ертең сонда барамыз.
алмас ешкім, сендей болалар өзге кім. Стоп! Но мені өтіп басайды ғой қазір. Стоп! Стоп! Все, есть? Ай, тоқта. Ай, біз тастап кеттік.